Ал міне парниктің жұмысы да бітті. Енді деген біраз уақыт жұмыс жасаппын деген шамалы шаршап та қалған сияқтымын. Енді деген үйге барып демалып алайын. Енді мынау тұрған достар менің газелім, қараңдар қандай соска газель, мынау деген газель next қой. Короче айтқан кезде российский учет. енді достар осы жақта бір орыстан сатып алған болатынмын. Енді Василий деген орыстан, қазір ол да осы жақын жерлерде тұрады достар. Енді мен деген осы шаруашылықта істеп жатқаннан кейін осындай бір газель алып алғам ғой. Енді деген бірақ сатып алғанымда дұрыс болған бар ғой. Менің деген біраз жұмыстарыма осы газель жарап жатыр. Енді ары бері доставка ұрам кейде деген сияқты. Осы жұмысқа да кейде осы заттарға салып газельмен тасығанға керек болады достар. Олай болса мен деген үйге қарай барайын, шаршадым деген. Ал міне сендерге бір салонын көрсетіп қояйын. Енді деген мынандай енді салоны енді достар газельдің таза мынау деген білесіңдер ма достар, гранталардың нелердің ішіндегі салон сияқты ғой, таза деген бар емес па. Так енді деген мен деген үйге барып жатып демалып алайын. Енді осымен шаршадым деген. Кешке деген бір-екі тірліктер болса ян деген сұрып қайтсам ба деп ойланып тұрмын. Негізі бар емес па ше, как раз кешке деген әдемі болады, жұмыс жоқ. Осылай жүріп қой достар. Бізде деген өздерінде не жаңалық болып жатыр, жалпы не істеп жатсыңдар, өздеріңнің не қызық болып жатыр достар. Барлықтарын комментарияға жазып кетіңдерші. Давай сен мен деген оқиын, сендер қай қаладан көресіңдер және де қанша жастасыңдар достар. Барлықтарын жазып кетіңдер. Мүмкін сендер деген басқа мемлекеттен көріп отырған шығарсыңдар достар. Олар да барлығы достар маған қызық, так что деген комментарияға жазамыз достар. Ал біз болсақ жатып демалып алайық. Енді кешке деген шамалы таксовать етіп доставка ұратын боламыз достар. Достар, ұйықтап та тұрдық енді. Мә, саған деген кәдімгідей кеш батып өтіпті ғой мына жаққа деген достар. Мен қанша сағат ұйықтадым өзі деген, басымда ауырып қапты шамалы дегенше, біртүрлі болып тұрмын енді достар өзімді. Опа, менің газелім енді сынам достар. Қараңдаршы, не деген соска мынау, газель, кімнің үйінде газель бар достар? Жазыңдаршы комментарияға деген қандай газель бар, қай жылға, маған қызық қой деген достар. Ал енді мен деген шамалы доставка істеп қайтсам ба деп тұрмын. Мен мынау қайсы тағы звондап жатқан, Так, қалайыншы кәне деген. Алло, мынау деген Косой ғой, Косой. Неғып звондап жатыр екен, давай алып көрейінші достар. Ассалаумағалейкум Косой досым, қалайсың, амансың ба деген. Чо там енді? Ассалаумағалейкум Джони, қалайсың бауырым, амансың ба? Енді деген, короче, саған бір өтініш болып тұршы. Сенің деген газелің бар еді ғой. Соған біздің үйдегі бір-екі заттарды алып өзімнің атамның үйіне апарып тастау керек еді. Соған қолың бос болса келіп кетсе біздің үй жаққа деген. Болды, Косой досым, қазір өтіп қалам. Как раз қолым бос еді. Мен деген сені де көрмегелі біраз болды. Давай, олай болса достар, Косой шақырып жатыр. Енді Косойға қарай барып қойдық. Косойды да көрмегенге біраз болып қалды. Негізі бар емес па, сол Косоймен барып сөйлесіп, шамал уақыт өтсін деп солай жүріп қайтайық олай болса достар. Ал кеттік ал олай болса. Содан кейін достар, сендер газельмен дрифтовать еткен адамды көргенсіңдер ме жалпы өмірде деген? Қараңдаршы, мен деген газельмен де дрифтовать ететін әдет шығарып алыппын достар. Қараңдар, мынандай жолдарды деген, короче, қарамайсың ғой ары бері. Осылайынан дрифтовать ететін әдетім шығарыппын достар. Мен деген кезінде машиналармен дрифтовать етуші едім. Қазір деген мынандай газель алғаннан кейін газельмен дрифтовать етіп 360 жасап кәдімгідей шумахер болыппын. Енді маған деген бір көлік керек достар, негізі бар емес па? Осы газельдің арқасында бір көлік алып алу керек еді жалпыша. Бір БХ болса әдемі кететін еді, бір F90 ба или қалай тағы да бір БХ болса, бір жарысатын дрифтерге арналған шамалшы. Солай ақша көтермесек те достар, біздер деген болмай кетті ғой мына газельмен. Так достар, қараңдар, мынандай дрифт көргенсіңдер ма сендер деген? Осылайынан құмды жолда деген газельмен дрифтовать етіп жүрмін ғой. Отморозокпын ба достар? Кім отморозок десе, мынау мен айтсаңдар болады достар. Қараңдар, қалай дрифтовать етіп жүргенім достар. Йо-майо. Енді деген Косойдың үйіне де келіп қалдық. Содан кейін Косойдың заттарын алып, көрші атам дей ма, атасының үйіне дей ма, короче, сояққа қарай апарып тастаймыз достар. Содан кейін көре жатамыз дальше не істейтінімізді енді. Ал міне достар, Косойдың үй жағына да келдім. Опа, Косой, сен воротаны ашып дайындап қоймайсың ба? Каламана деген төк нақта деген орыстар тұр ма? Орыс шошқалар тұр ана жерде деген. Шошқа, бауырым қалайсың? Сені көрмегенге біраз болып қалды ғой. Кезінде деген бірге ойнаушы едік қой осы жерде. Есіңде ма? Сенің үстіңге деген неме болып кеткен, үстіңдегі ала-бұла болып кеткен. Мынау ғой менің деген родной. Родной қалайсың? Амансың ба? Шошқа, чотам енді. Бұлар деген харам ғой, қайтағы родной достар, харам емес пе шошқа деген. Так, Косой шақырайын онда үйіне барып деген. Косой қайда екен? Косой!
Ассалаумағалейкум, қалайсың бауырым, амансың ба? Жақсы, Косой, өзің қалайсың, амансың ба деген сені көрмегенге біраз болып қалды ғой, бауырым, ё-моё. Так, енді апарып тастайтын заттар мынау ма? Мәссаған, мынау деген менің газеліме сиям екен, сол қызық болып тұр достар, маған газель деген арты кішкентай ақ қой, Косой, чо там? Білмеймін, Джони, бір нәрсе қылып сыйдырамыз енді деген, енді сенің газелің бар ғой, не дегенмен. Давай, олай болса деген мыналарды шамалы газельге артайық, мен деген қазір газельді шамалы артқа қарай алып келейін достар, содан кейін мына заттардың бәрін артып атасының үйіне апарып тастайтын боламыз Косойдың. Давай, Косой, отырып аласың ба? Давай, отырып ал деген. Кеттік ал енді. Опа, давай. Так, мынау болып қалатын сияқты ғой достар, давай онда осы жерге қоя салайық. Все, болды. Давай енді артайық. Бірінші деген мынау үстелді артып аламыз ау деймін, содан кейін диванды артайық. Диванның үстіне мынау кемені артайық. Яқтама, мынау не мынау кеме деген? Бұны не үшін апарып жатсың, Косой? Менің атам деген алып кеп берші деп өтініш істеген ғой, солардан кейін апаратым. Негізі атамның заттарға бұның бәрі деген. Енді оның үй деген алыста, шамалы біраз жүреміз, так что енді түн болып кетейін деп тұр ғой, сондықтан анау-мынау сушнек горилла дизелерді алып аламыз. Пістемен деген ат душинан кетеміз ғой, Джони. Қызық болайын деп тұр ғой, Косой, оны давай артайық, олай болса мынаның бәрін көп сөйлемей деген. Ал міне родной, артып алдық енді барлығын деген, қараш қалай тұрған. Мәссаған, енді үстін деген байлап қою керек, содан кейін все нормально, пайди деген газелде көтеретін сияқты мынаның барлығын. Косой, давай олай болса деген барайық енді достар. Біздер деген қазір ұзақ жол жүретін боламыз. Так что сендер арнаға тіркелмеген болсаңдар, міндетті түрде астындағы подписаться деген кнопканы басыңдар достар, лайк деген түймені басыңдар. Ал кеттік олай болса деген, енді біздің артымызда груз бар, аккуратно жүруіміз керек. Тагын бағанағыдай дрифтовать есе жоқ достар енді. Так что деген абайлап жүру керек біз енді мынандай жерлерде. Опа, осы Косой, сен воротаңды ашып қоймайсың ба дайындап деген? Мәссаған, осы газелімнің алдын бәрін құртатын болдың ғой, сенің деген воротаңды соғам деп менің алдымдағы решеткілерімді сынып кететін болды енді майысып деген. Ал кеттік, ал олай болса деген біздер достар. Ал достар, қараңдар, закат деген қандай әдемі болып тұр, мына жерде деген. Мәссаған достар, Америка деген осы су деген енді жып-жылы суға түсейін десем, что-то желание болмай тұр. Косойдың өзі де келді ғой, міне заттардың бәрін түсіріп қойдық енді деген, атасының үй жағына келіп достар. Ал онда деген біз деген қайтайық үйге деген. Ё-моё, так тоқта демей. Косой? Сен нақтан деген бір нәрсе көріп тұрған жоқсың ба? Жоқ, еш нәрсе байқап тұрған жоқпын, не болып қалды тағы? Тоқта деймін, нақта бір нәрсе көріп тұр ме? Ё-моё, что-то сап-сары бір нәрсе достар, анау деген что-то аударылып жатыр ма? Бір нәрсе сияқты. Косой, давай тез келші. Ё-моё, бізде деген что-то нақта бір көлік ба, бір нәрсе жатқан сияқты достар. Қазір мен деген жақындап қасына барып көрейін, ма? Мен деген қазір деген айта алмай тұрмын, мүмкін ол басқа зат шығар достар. Или кеме ме екен әлде? Жоқ, тоқта деймін, ана кәдімгідей көлікке ұқсап келе жатыр. Ё-моё, Косой, родной, қаяқтасың сен деген? Ё-моё достар, Косойдың тұрсын қараңдар анақта. Косой, родной болса, ё-моё, мен деген яқта көлік тауып атам, сен деген не істеп жүрсің жалпы? Мен бірінші таудым енді деген. Ё-моё достар, қараңдар. Мына жақта деген бір көлік тұр достар. Так деген мәссаған, нақ деген кәдімгідей биік екен ғой достар. Давай, Джони, сен қолынан келеді деген. Мәссаған достар, мынаны қараңдар. Мына чоза машина. Достар, мәссаған, мынау деген мынау деген БХ ғой, сап-сары достар, салонында сап-сары. Мынау деген жақын арада түсіп кеткен ғой. Артында қараңдар, артында бампер жоқ деген БХ М8 ба, қанша мынау деген? Ойбай, не болып кетті нақ деген достар. Жақындап барып көрейін деген. Достар, мынау М8 ғой достар. Чё там, родной? Косой, родной, қайдасың? Мен деген чоза бір
монстр тауып алдым мына жақта деген бар ғой. Ё-моё, осыны тез алып кету керекпіз енді біз деген косой. Мына эвакуаторды деген ауылда іздеп жүріп әрең тауып алдық қой. Шірік біткен эвакуатор енді деген арендасының өзі пәлен баймың ақша сұрап тұр. Енді братан қойсаңшы деп тегін алып кеттік достар. енді деген осы эвакуатормен бір нәрсе мынау быйхан алып кету керек. Мынау деген жақын арада түсіп кеткен сияқты достар. Мына жақы дегенше так мынаны іліп алу керекпіз достар. енді деген мәссаған тұрып қалдық па эвакуатормен. Так, онда біз деген достар былай астына қарай түсіп алып кетуіміз керек сияқты ма, бір нәрсе сияқты. Мына эвакуатормен же тартпайды ғой. Содан кейін достар мына эвакуатор деген мәссаған мына жаққа қадалдық-ау деймін біз деген. Так, опа, шығып бара жатырмыз достар. Қараңдар, ема. Давай, опа, ілінді-ау деймін. Осымен деген так, тартамыз. Опа, ну бәрекелді достар. Ал керемет, бұнау деген бір чуда болайын деп тұр ғой достар. Мәссаған өмірімде бұндай көлік тауылмаппын деген достар мен деген. Қараңдар, мынаның деген фарасы ғана қалған, алдындағы бампері деген, артыңғы бампер есігі деген дымы қалмаған ғой. Спортивный беха достар, қараңдаршы. Салонын қараңдар, косой чотам енді деген. Джонни, мен деген қуанып тұрмын бар ғой енді. Мәссаған, ё-моё, бұндай көлік тауып аламыз деп ойлаған жоқпын мен деген. Мен де ойлаған жоқпын. Косой деген енді тез етіп енді гараждағы неге апарайық достар, гаражға апарайық, Беннидің гаражына апарайық. Енді Беннимен сөйлесейік достар, қаншаға жөніп береді деген. Маған қызық болып тұр, енді барамыз, тез етіп енді апарайық достар. Содан кейін ертең деген бұл көлікті полный тюнинг жасайтын боламыз достар. Қазір Құдай қаласа деген мынаны енді алып барайық достар. Ойбай достар. Так, мінекей біз деген келіп те қалдық Беннидің гараж жағына деген. Бенни жұмыста сияқты ғой достар. Соған қарағанда мына жақта фонарик жанып тұр енді деген. Мәссаған, байқа, енді деген сен дерскі болайын деп тұрсың ғой. Қазір шамал күте тұр деген. Так, Беннимен сөйлесейін, енді Беннимен гаражға тапсырайын. Содан кейін мен деген келіп алып кететін боламын енді осы гаражда деген машинаны деген. Ал достар, енді маған Бенни хабарласып, сенің көлігің дайын, алып кете берсең болады деп айтқан еді. Қазір соған келе жатырмын достар. Қараңдар, газельмен дрифтовать етіп қояды ғой, короче, көкелерің деген. Базар жоқ достар. Кәні. Опа, ну достар, мен чоза монстр көріп тұрмын жерден деген. Бенни, салам алейкум бауырым. Ассалам алейкум, қалайсың Джонни? Жақсы Бенни, ё-моё, чоза монстр дайындап қойғансың сен деген. Роднойым, как раз менің үстімдегі толстовкадағыдай жап-жасыл түске бояп қойыпсың ғой. Мұнан деген салонды өзгертіп тастапсың. Базар жоқ, керемет. Мәссаған ырзамын Бенни. Қазір давай косой айдап көретін боламыз енді екеуміз деген. Ал кеттік ал достар, айдаймыз деген. Мәссаған, мынау деген жыртып тұр ғой достар. Керек болса. Базар жоқ достар. Енді мен мынамен деген неше түрлі жарыстарға қатысатын болдым достар. Қараңдар, жолда деген өзін кайф ұстайды деген бар ғой. Қазір трассаға шығып айдап көретін боламыз енді деген. Не болса да трассада жыртамыз қазір достар. Шашковать етіп ары бері деген сияқты. Кәні трассаға шығып алайын достар. Ал кеттік ал.